Сәлем оқушылар, бүгінгі 6 сабақ listening, IELTS listening 6 сабақ. Так, бірінші сөйлемді қарайық. The sports shop is on the left hand side as sports center дейді. Sports shop тауып алайық мына картада, мына sports shop. Sports shops. Sports shop. Мына жерге қараймыз. Sports shop as on the left hand дейді. Мына left hand кірген кезде сол жағында, left hand деген сол жағында дегенді ғой, сол жақ бетінде, as you enter the sports center. Кірген кезде, сен кірген кезде, enter the спорт центрге кірген кезде сол жағында спорт магазині бар, спорт шоп бар. Екінші сөйлемді қарастырайық. To the right hand side of the entrance there is a cafe дейді. There is деген ол бар деген сөз, міне бар. Не бар? Кафе бар. Entrance кірген кезде қай жерде дейді? Right hand side. Оң жақ бетінде дейді. To the right hand side. Кіреміз, кірген кезде оң жақ бетінде міне кафе тұр. Осыны айтады. Үшінші сөйлемді қараймыз. Pass through the entrance. Кіргеннен кейін entrance, кіреберіс арқылы өткеннен кейін оңға бұрылыңыз және кафеден кішкене алдында immediately in front of you. Сенің алдында кафе бар дейді. Оңға бұрылған кезде кішкене оңға бұрылған turn right and the cafe immediately in front of you. Сіздің алдыңызда кафе тұрады дейді. Кіреберістен өткен кезде оң жағыңызда кішкене неғып бұрылғаннан кейін осы жерде оң жағыңызда кафе бар дейді. Сіздің алдыңызда тұрады дейді. Төртінші сөйлем қарайық. The leisure pool is on the other side of the sports center to the dance studios дейді. Leisure pool деген жаңа бассейн ғой. Is on the other side, басқа жақ бетінде, other side деген. Of the sports, спорт центрдің басқа бір шетінде. To the dance studios дейді. Мына жерге қараймыз мына. Жаңа pool center дегенде. Мынау ғой. Dance center дейді. Мынаны айтып отырмыз сонда. Бесінші. There is large changing room just beyond the cafe дейді. Бар үлкен киім ауыстыратын, changing room деген киім ауыстыратын, кішкене жақын бірақ кафеге дейді. Міне changing room жанында, міне қасында. Changing room деген осындай кафе бар, кафенің жанында. Бесінші сұрақ кетті, енді алтыншы сұрақ. Walk along the side of the sports hall and you will find the second dance studio in the far corner of the building. Walk along дейді. Түзу бойымен жүрсең, side of the sports hall, sport hall жақ бетінде, және сен табасын екінші данс студияны, екінші данс студияны айтып отыр. Данс студия in the far corner. Far деген алыс, corner деген бұрыш. Алыс бұрышында дейді. Алыс бұрышында. Данс corner. Оны осы building, осы зданияның ішінде дейді. Ары қарай жүрсең дейді бойымен, коридормен, жанында, beside деген жанында, спорт холлдың жанында, and to your right you will see two dance. Екі данс студияларды көресің дейді. Бір, екі. Ары қарай жүрсең. Осылай картамен жұмыс жасап жаттыға бересіздер балалар. Үйреніп кетесіздер. Бұл IELTS listening section. Map деген бөлім болады. Картамен жұмыс жасау. Осылай картамен жұмыс жасай бересіздер. Сосын жақсы үйреніп, жақсы бал аласыздар. Міндетті түрде IELTS listeningде маптан 5-6 сұрақ келеді. Соған дайындалу керек. 100-дей картаны шешіп дайындалсаң, өте оңай болып қалады.